Assalamu алейкум достар, сендермен Ерка. Бүгін достар мен сіздерге драйвер қалай орнату керек, оны драйвердің программасын қайдан жүктеу керек екенін көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Достар, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, осы программаны жүктеп аласыздар. Міне достар, бізге жүктелді. Папканы ашасыздар. Оны шығарып аласыздар. Ішінен папканың паролі экранға шығып тұрады, немесе описаниеда болады. Папкаға кіресіздер, тағы ашасыздар, мына программаны установить етесіздер. Мына жерде ағылшын тілін таңдайсыздар. Окей, инсталды басасыздар. Достар, осындай закурска өтеді. Достар, міне установить етілді ол программа. Бізде бірақ ол программа тегін версиясы емес. Оны тегін версиясы қылдыру үшін программа үстіне мишканы басамыз. Расположение файл ашамыз. Осы папканың ішіне мына құжатты переместить етеміз. Заменить файл папка дегенді басасыздар. Продолжить. Болды. Бәріне шығып кете бересіздер. Енді драйверді аша берсеңіздер болады. Екеу екен. Қазір ашылады. Міне достар, бізде тегін версиясы. Біраз уақытқа тегін. Енді достар, қалай установить етеміз? Драйверді установить ету үшін сізде қандай драйверлер жоқ, соны тексереді. Скан басасыздар. Сіздерде жоқ драйверлер тауып береді. Міне достар, менде барлық драйверлер бар, ал сізде драйвер болмаса апдейт етеді. Достар, сіздерге бұл пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Видеоны ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ерка. Қош сау болыңыздар.